Отбасымды бұзған әжем. Соңғы бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Ертеңіне жұмысқа бармай үйде қайғырып жаттым. Бір апта бойы жұмысқа шықпаған едім. Қанша хабарласса да телефон көтермей. Солай жұмыстан қуылдым. Өмір қызықсыз болды. Әжем сол миымды жеп бітірді. Айтатыны сол Мекке. Бойында бір жақсылығы жоқ. Неменеге қажылыққа барамын деп жүр екен. Қаншама жанның өміріне араласып, енді міне жалғыз қалдым. Ешкімге ештеңе демей, әжемнің үйінен кетіп қалдым. Нағашыларымды іздеп, анамды тауып алдым. Анам байғұс неше жылдан бері ауырып, аяққа енді тұрған екен. Неше жыл бойы анамды көрмеген мен әбден жылап, шерімді тарқаттым. Анам мүлдем екінші тұрмыс құрмаған. Әкем анамды өлімші етіп сабап, омыртқа сүйегі зақымдалып, анам байғұс арбаға таңылған екен. Қазірдің өзінде балтақпен жүреді. Көп жүрсе белі ауырады. Анам екеуміз үлкен ағамды тауып үйіне бардық. Ағамды анамды кешіріп, бірге тұрып жатыр. Кейін сіңлім де үлкен ағамның қолына келді. Екінші ағам үйленіп, бәріміз тойға бардық. Әжем әріден сөйлеп қойды. Оған мән бермедік. Солай анам ұлының тойына алғаш қатысты. Екіншісі ағам да анамды кешірді. Десе де әжемнің мінезіне шыдап бірге тұрып жатыр. Көп ұзамай мен де екінші рет тұрмыс құрдым. Күйеуім қызғаншақ, жиі ұрсып қаламыз. Оның үстіне басқа біреуі бар сияқты. Арамызда әлі бала жоқ. Қанша көтерсем де түсік тастай беремін. Ұлдарымды сағындым. Әлеуметтік желіден көріп отырамын. Бірақ оларға барып құшақтауға дәтім бармайды. Міне менің өмірім осылай өтіп жатыр. Өткен қателігімді қалай түзетсем болады? Неден бастасам екен? Сіздер маған кеңес беріңіздерші. Соңы.